Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Алдик Pro Code және біз бүгін Python курсымыздың 8-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз тізімдерге қолданатын операциялар және функциялар туралы сөйлесеміз. Ал кеттік достар. Жалпы тізімдерде мынандай функциялар қолдануға болады. Append деген функция бар. Append деген функция дегеніміз не? Ол мына тізімге жаңа элемент қосу, яғни мына элементтерге қатар тағы да элемент қосу деген сияқты. Ал кеттік, мысалы бізге сумкаға карандашты қосу керек болса, онда бізге қалай шығады? Міне көрдіңіздер ме? Карандаш деп шығарып тұр. Яғни басында осылай болды, біз append қолдандық, сөйтіп карандашты қостық. Келесі, мынандай функция бар. Яғни pop деген функция ол соңғы элементті жояды. Яғни біз соңғы элементіміз карандаш болса, қазір біз popты қолдансақ, бізде карандаш болмайды. Көрдіңіздер ме? Келесі clear деген бар. Clear дегеніміз ол бүкіл тізімдің элементтерін жойып тастайды. Яғни бос болып қалады тізіміміз. Міне көрдіңіздер ме? Элемент жоқ. Яғни clear соның бәрін жояды. Оны алып тастайық. Бізге қазір қажет болмайды. Кеттік ары қарай. Ары қарай бізде sort деген функция бар. Sort деген функция ол алфавит бойынша біздің элементтерді сортировка жасайды. Яғни қараңыздар. Бірінші дәптер, яғни алфавит бойынша D бірінші болып тұр ғой. Сондықтан дәптер деген элемент бірінші болып тұр. Сөйтіп кете береді алфавит бойынша. Кеттік басқа. Басқа count деген нәрсе бар. Count дегеніміз ол мысалы бізде мына элементте қайталанатын сөздер болса, мысалы қалам. Қалам деген екеу бар да, мысалы бізге осы қалам деген сөз қалам деген элемент қанша рет қайталанып тұрғанын көруге болады. Бүйтіп жасасақ. Қараңыздар. Бүйтіп жасасақ, бізде 2 деп шығарып тұр. Яғни бізде қалам 2 рет шығып тұр. Дәптер мысалы қарасақ, дәптер бізде 1 рет деп шығарып тұр. Көрдіңіз бе, 1 рет кездесіп тұр. Кеттік, тағы да бір не бар? Функция. Insert деген. Insert дегеніміз ол append сияқты, яғни элемент қосуға болады, бірақ insert-ның айырмашылығы біз индекс бойынша қосуға болады. Мысалы, бірінші индекс, яғни қаламның орнына біз күнделікті қосқымыз келсе, не шығады? Міне қараңыздар, біз қаламның орнына күнделікті қойдық, бірінші индекс қай жерге қоюымыз керек? Бірінші индекс мынау ғой. Осыған қояды да, қалған мына элементтердің бәрі 10-ға қарай жылжып кетеді. Яғни күнделік одан кейін 10-ға жылжып кетеді. Міне. Және достар, бұл тізімде осындай ғана емес, кәдімгідей арифметикалық операцияларды жүргізуге болады. Мысалы үшін біз бүйтіп жасасақ, бір жаңадан тізім құрастырайық. 2, 3 дейік, осы элементтер бар дейік. Мысалы үшін біз осы элементтермен жұмыс істейік. Мысалы print дейік, опер. Бірінші элементті алайық. Бірінші элемент дегеніміз мынау. Бірінші элементті аламыз, қосамыз. Допустим, екінші элементке. Міне, бірінші элементіміз біз қандай? 0-ші элемент, ол бірінші элемент, ол 1 деген сөз, 0-ші элемент. Мынау бірінші элемент, мынау екінші элемент. Біз бірінші элементті алдық, ол 2. Яғни бізде 2 плюс 1 болады. Жауабы 3 болу керек. Міне, көрдіңіздер ме? 3 шығып тұр. Яғни жалпы тізіммен бүкіл нәрсе істеуге болады, бүкіл нәрсе прям. Осы функциялар бар. Бұл негізгі функциялар, бірақ бұдан да көп функциялар бар. Егер сізге функциялардың тізімі керек болса, сіз интернеттен қарап көріңіз, бірақ немесе былай қарап көрсеңіздер болады. Өзі, IDN өзі бізге көмектеседі. Append, clear, count, sort, insert, copy, index, remove. Осының бәрі функциялар. Бірақ бұл аз функциялар, тек негізгі функциялар көрсетіп тұр. Көрдіңіз бе? Бұл да негізгі функцияларын көрсетіп тұр. Интернеттен қарап көрсеңіздер болады. Ал жақсы достар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып, подписка жасаңыздар. Ал жақсы, келесі кездескенше сау болыңдар.